Сәлем достар, сіздермен бірге Mars Robotics, яғни бүгіннен бастап сабақты қолда солай бастайын деп отырмын. Олай болса, сабағымызды жалғастырайық. Бізде бүгін кезекті 14-ші сабағымыз. Яғни біз өткен сабағымызда RGB жарық диод жайлы өткен болатынбыз. Яғни түрлі түсті шамда әртүрлі түсті қалай алуға болады. Мысалы, оның алдында тек қана қызыл, тек қана жасыл, тек қана сары түсті, немесе көк түсті жарық диодты қолдану керек болса, мынада бір жарық диодпен әртүрлі түсті қалай алуға болатынын өткен болатынбыз. Енді бүгінгі сабағымда осы практикалық жұмысқа арналған тұр. Яғни біз өткен тақырыптар бойынша бірнеше тақырыпты біріктіру, яғни осы RGB-ді қосып. Енді жалпы не жасайтынымызды алдын ала айтпас бұрын бірінші мына схемаға назар аударып қарайық. Схемадан біз қандай элементтерді танып тұрмыз. Сол схемадан тану арқылы сіздер ары қарай түсінесіздер деген ойдамын. Сонымен бүгінгі сабағымызда бізге қолдану қажет элементтер. Байқап тұрсаңыздар, біз мынаны білеміз де. Бұл біздерді өткен сабағымызда өткен неміз RGB жарық диодымыз. Яғни үш түрлі түс бар. Барлық ортақ минус мінекені тік жағынан келіп тұр. Барлық ортақ катодқа келіп тұр. Сәйкесінше немізде әрбір түсімізге сәйкес пиндарына R және B, G-ге қатысты бізде 220 ohмдық кедергілер қолданылған. Енді мынауда R под 1 дейді. R деген резистор, под деген сәйкесінше ол не? Потенциометр. Яғни бүгінгі сабағымызда бізде потенциометр. Енді қарайық, под 1 деп тұр. Нөмірленіп тұрған болса, яғни ол жалғыз емес деген сөз. Олай болса, қысқартып қарасақ, под 2 бар, 2 және 3 потенциометр. Яғни RGB бар, 1 RGB, 3 потенциометр бар, және төменгі жағына түссек, мынаны байқаймыз. Бұлда не? Бұлда кедергінің бір бөлігі. Бірақ, мысалға, мына RGB-ге қарайтын болсақ, екі стрелка жоғарыға кеткен болса, яғни свет жанат дегенді білдірсе, мынада екі стрелкамыз неде? Төменге қарап тұр. Бұл нені білдіреді? Бұл деген сөз жарық түседі деген сөз. Яғни бүгінгі сабағымызда бізде бұл фоторезистор. Яғни бүгін біздер түнгі шам, түн шамын жасаймыз да, түнгі ночной светильник дейді орысша. Яғни біздерде қараңғы болған кезде ол светильник қосылады, бірақ жай ғана қосылу емес. Яғни өзіміз қажетті жай ғана бір түсті программамен жазып қойып, тек әр не сайын тұрақты сол түсті жанып тұратындай емес. Біздер өзімізге қажет түсті программасыз потенциометрлерді бұрау арқылы өзімізге қажетті түсті алуға мүмкіндік болатын жасаймыз. Яғни күндізгі уақытта, күн жарық кезде, бөлменің іші жарық кезде біздің потенциометр неміз RGB жарық диодымыз жанбайды. Яғни өшіп тұрады. Себебі жарық бөлменің ішінде итак болмаса күн түсіп тұр, немесе жоғарыдағы светіміз жанып тұр. Ол жанып тұрғанға бола, соған қосымша түнгі шамның светильниктің жанып тұруына қажет жоқ та. Егер де бөлменің іші қараңғы болған жағдайда, бір бұрышта әдемі болып біздің светильнигіміз қосылу керек. Яғни қараңғы болғанда қосылу керек. Ол автомат түрде қосылу керек. Және жарық болған кезде автомат түрде өшу қажет. Бөлменің іші қараңғы ма, немесе қараңғы түсті ма, немесе қай уақытта қосу керек, қай уақытта сөну керегін автомат түрде басқаратын ол біздерде фоторезистор. Яғни фоторезистор бөлмеде жарық деңгейін анықтап отырады. Біздер алдын ала қазір программа жазған жарық деңгейін көрсетеміз. Сол жарық деңгейінің өзгеруіне байланысты, егер біз көрсеткен шектен төмендеп кетсе, ол RGB-ге жан деп айтады. Егер біз көрсетілген шектен жоғары болса, ол онда RGB-ді өшіріп тұрады. RGB-ге сөн деген команда өріп тұрады. Енді RGB қосылғаннан кейін, мысалға, біздерге бүгінгі көңіл күйіміз бойынша, маған мысалға түрлі түсті шамның қызыл болып, немесе дейтін сары болып жанып тұрған әлет. Сондай түстерді алу үшін жай ғана біз 3 потенциометрмен, яғни бұрап өзімізге қажетті түсті, өзіміздің настроениемізге, көңіл күйімізге қатысты бөлменің ішіндегі жарықтың да түсін өзгертуге мүмкіндік жасаймыз. Олай болса, схема бойынша бір қарап өткен болсақ, енді Tinkercad-та немізді жобамызды жинастырайық. Енді өткен сабағымызда Tinkercad-та Walkaway-да қолданған болатынмын. Мына сабақта неге Walkaway-да қолданбай отырмын? Себебі дейтін Walkaway-дағы кейбір жинақтарымыз біздің Arduino жинақтың ішіндегі алған элементпен қарағанда мүлдем басқаша болуы мүмкін. Сондықтан да дейтін Tinkercad-дағы біздің потенциометріміз барлығы Arduino жинақтың ішіндегісімен ұқсас. Сіздер яғни мына видеоны көргеннен кейін өздеріңіздің жинауларыңызға мүмкіндік болуы үшін мен дейтін яғни Tinkercad-ты қолданып отырмын. Олай болса, немізді жинайық. Схемамызды бізге макеттік плата қажет болады. RGB жарық диоды.
Так, сонымен бірге кедергілер. RGB-дің кедергісі біздерде 220 Ом. Так. Мында да қателеспесем үшеуі. Бірінші дейтін макеттік платаға минус плюс тоқтарды беріп алайық. Так, мынау қазір минус ток берейін деп жатқаным. Қазір үлкейтем. Сабыр сақтаңыздар. Так, минус бердік, енді деген плюс беремін. 5 вольттан плюсті. Себебі неге минус плюс беріп жатырмын? Қазір бізге потенциометр мен фоторезистор қолданғанда 5 вольтпен жендейді көбірек қолдану керек болады. Бізде мінекей RGB-да катодымыз, катодты минусқа қосып қояйық. Так, түсі қара болады. Мінекей RGB-ді қостым, енді RGB-дің недерін қосайын, порттарын қосайын. Біріншісі қызыл. Так, қызылым менде деген қателеспесем, өткен сабағымда 3-ке қостым, бүгінгі программамда солай болу керек. 3. Так, келесі менде көк екен. Так, көкті менде дейтін 5-ке қосам. Өткен сабақтан білеміз, RGB біздерде дейтін шимпорт қосады. Егер өткен сабақта көрмейсіздерге бірден осы сабақ түсіп түсініксіз болып жатса, менде каналға кірсеңіздер болады. Каналда RGB бойынша жеке өткен бар. Біздерде схеманы және RGB-дің қалай жұмыс жасайтынын сода өткен болатынбыз. Енді дәл өткен сабақтың ізімен потенциометрлерімізді құрастырайық. Маған 3 потенциометр қажет болады. Яғни біреуі дейтін бір потенциометрім қызыл түсті басқарады, бір потенциометрім көкті басқарады, біреуі жасылды басқарады. Потенциометрдің екі шеткісі клемма 1 мен клемма 2 ол питаниеге жауап беретін білеміз де, плюс-минус токтарға қайсы минус, қайсы плюс екенін өзіміз білеміз. Яғни қатып қалған ереже жоқ. Сол жақ клемма 1-ді мен минус деп алдым. Барлығынан да сөйтіп аламын. Яғни 3 потенциометрімді де минусқа қосып шығамын. Енді келесі клемма 2-ні, яғни шеткі, оны мен дейтін 5 вольтқа қосам, плюс деп алайын. Енді ортасындағылар. Ортаңғыларды мен оранжевыймен алайын. Сонымен ортаңға контактілер менде сигнал. Сигналдарды мен деген аналог порттарға қосамын. Сонымен бірінші потенциометрім A0-ге. Бұл менде R-ға жауап берсін. Екінші потенциометрім менде A1-ге. Бұл менде көкті басқарады. Үшінші потенциометрім A2-ге жалғасам. Бұл дейтін менде жасыл түсті басқарады. Сонымен біз потенциометрлер жинап шықтық. Енді фоторезистор. Фоторезистордың жалғау несі бойынша біз білеміз, бұған міндетті түрде кедергі қажет. Себебі бұнда кедергі біз батырманың кедергімен жалғаған болатын бізде, қателеспесем. Яғни бұл бізде резистор, подтягивающий резистор, яғни минус тоқты, артық тоқты өзіне тарту үшін. Ол фоторезисторға келатқан емес, фоторезисторға сигнал қабылдағаны, фоторезистордан өтетін тоқты минус өзіне тартып отырады. Бізге толық циклда Arduino'ға нагрузка болмас үшін. 1 килоом немесе 10 килоомды қолдануға болады. 1 килоом сәйкесінше 10 килоом қолданғанда тоқты өзінен өткізуіне байланысты бірдей жарықтықтағы мәндері әртүрлі болуы мүмкін. Біз 1 килоомды қолдана беруге болады. Сонымен 1 килоомды кедергі. Кедергімізді біздер дейтін минусқа қосамыз. Ал енді фоторезистордың екінші аяғын плюс, яғни 5 вольтқа қосамыз. Енді сигнал қалды. Так, сигналды мен дейтін розовый кетіп алайын. Сигналым менде минуспен, яғни бізде мына минусымыз кедергі өтіп жатыр, сол кедергідегі сол фоторезистордың аяғымен, минус қосқан аяғымен резистордың ортасындағыдан алынады сигнал. Так, бұны мен деген аналог портқа қосамын. A3-ке қосайын. Сонымен, мұнау менде немізді фоторезисторымыздікі. Так, енді немізді қарайық. Программымызға өтейік. Егер де жинақ түсінікті болса, бізде Telegram каналға осыны
суретін жіберемін, содан Telegram каналдан кіріп жинайтын болсаңыздар алуларыңызға болады. Осыған дейін жіберілмеген болатын, енді осы сабақтан бастап жалғыз Telegram каналға YouTube'да сабақ сілтемесі емес, осы нені файлдарды да программында жіберіп отыратын болған. Сонымен немізді қарайық. Программа кодымызды. Так, пока әзірге тазалап тастайын, толықтай түсінікті болу үшін. Сонымен бастайық. Так, сіздерге көріну үшін үлкейттім. Не бар менде? Бірінші қатарда int R356. Бұл менде RGB жарықтыятындағы порттарды, 3-ші порт, 5-ші порт және 6-ші порттар қосылған. Және потенциометрлер қосылған A0, A1, A2, яғни бұл біздерде жаңағыдай 3 түсті басқаруға. Біреу A0-ді басқарады, біреу A1-ді басқарады, біреу A2-ні басқарады. Және 3-ші порттағы A3-ге қосылған FTR, ол менде фоторезисторым. Байқап тұрған болсаңыздар, кедергілерді, яғни айнымалыларды хабарлаған кезде міндетті түрде int деп жеке жазбайық, осы айтып көрсетіп кету болады. Мен сіздерге түсінікті болу үшін мына қатар RGB-ге жауап береді, бірінші қатарым 356, мына қатарым менде потенциометрге жауап береді, мына қатарым фоторезисторға жауап береді. Сондықтан осылай бөліп қойдым. Және мен бөлек, яғни осы RGB-дағы әртүрлі түстер жану үшін тағы да 3 айнымалы алдым қосымша. Ол менде PR деген потенциометр, R-дің потенциометр деген сөзді, light, оның жарықтылық деңгейі. PR light, PB light және PG light деген, яғни 3 айнымалы аламын. Void setup. Дәл ештеңе өзгерген жоқ. RGB менде жарық дейді, сондықтан да оның режимі әрқашанда output болып қалады. Ал енді қалған 4 элементім, яғни 3 потенциометр, 1 фоторезистор, менде ақпаратты ал өзінің бойында жүріп жатқан ақпаратты Arduinoға жіберетін болғандықтан, бұл жерде Arduino бізде қабылдаушы болғандықтан, ол үшеуінің, яғни 4-еуінің режимдері input болады. Яғни ол порттар керісінше Arduinoға хабарлар жеткізуші. Не болып жатқанын айтып отыратындай. Және де бізде болып жатқан өзгерісті, яғни реальным режиме бақылап отыру үшін де қандай өзгеріс болып жатыр, қандай сан болып жатыр, не болып жатқанын біліп отыру үшін біздер дейтін сериал Begin 9600 болады, яғни ақпарат жылдамдығын 9600 деп белгілейміз. Енді void loop'ты бастамас бұрын менде void setcaller бар екенін айтып кетейін. Setcaller ештеңе өзгерген жоқ. Өткен сабақта RGB-дағыдай сол 3 элементім RGB және red, blue, green деген 3 айнымалымен жұмыс жасайтын void setcaller деген қосымша функциям бар. Қосымша функция, негізгі емес қосымша, яғни ол void setup пен void loop-қа тәуелді. Егер олар шақырса ғана жұмыс жасайды. Өткен сабақ видеодан көрсеңіздер болады. Так, сонымен void loop. Бірінші FTR val, яғни фоторезистордың айнымалысы. Value дегенді val деп алдым да, қысқартып FTR. Нижнее подчеркивание дейме, солмен төменгі сызықпен val. Ол менде не істейді? Ол аналог read. Не үшін аналог? Яғни бізде FTR менде A3-ге қосылғанда аналог read FTR, яғни A3-ті оқиды. Оқиды да сол болып жатқан мәнді өзінің мойнына FTR val өзіне меншіктеп алады. Енді меншіктеп алғанын біз былай айтып қоямыз. Бірден шартқа көшіп кетеміз. Егер FTR valдың мәні 500-ден кіші болса, яғни 500-ден кіші болса, FTR-дың мәні, FTR көріп тұрған нәрсе 500-ден кіші болса деген ол, яғни бізде күн қараңғы болса деген сөз. Біз оны 500 деп алуға да болады, 300 деп алуға да, 200, 100. Ол сіздердегі бөлменің, яғни қандай кезде қараңғылық қандай болғанда қосқыңыз келеді, соған байланысты өзгертуге болады. Қараңғы түскен бойда бізде потенциометрлер өзінің жұмысын бастайды. Себебі жарық бізде RGB-міз қосылады ғой. Ол жай ғана қосылу емес, оны дейтін қолданатын адам үшеуін кезекпен кезек бұрап қарап әртүрлі түстер алатын болу керек. Сондықтан да потенциометрлер өз жұмысын бастайды. PR val, яғни потенциометр redтің айнымалысы бар, потенциометр blue'ның айнымалысы бар, потенциометр green'ның айнымалысы бар. PR val, PB val и PG val да, value. Олар не істейді? Олар PR-да оқиды, PB-ді оқиды және PG-ді оқиды. Яғни 3 потенциометрдің даныларын оқиды да, валдар өзіне меншіктеп алады. Осыда меншіктеп алғаннан кейін PR val түсінеді. Яғни менде мысалға потенциометр мәнін беріп тұр, 0 беріп тұр. PB val айтады, мені қозғап қойды, бана күндіз жүргенде менің мәнім мысалға 650. И PG val айтады, мені де қозғады, мені екінші жаққа максимально бұрап тастады, менің мәнім 1023-ті. Сөйтіп, үшеуі үш түрлі мәнді айту мүмкін. Үшеуі бірдей айту мүмкін. Ол бәрібір. Яғни қараңғы түскенде барып қана үшеуі Arduinoға айтады. Егер қараңғы түспесе, ол үшеуі Arduino мазаламайды.
оғы қараңғы түскенге дейін әрқашанда Arduino тек қана фоторезисторден сұрап жатады, не болып жатыр, не болып жатыр, не болып жатыр. Яғни біздерде фоторезистор, RGB және потенциометрлер болғанмен де біздер жарық шамын жасаймыз деп RGB жанады деп айтқанмен де мына схемадан логикалық кодтан түсініп тұрғаныңыз бірінші орында фоторезистор. Бірінші әрқашанда фоторезистор айтады. Фоторезистордың келіп тұрған ақпараты арқылы ғана RGB жанады. Фоторезистордың берген ақпараты арқылы ғана потенциометрлер өзінде не болып жатқан Arduinoға айтылады. Бірақ барлығы да фоторезистордың өзіне келіп тұрған мәніне байланысты. Егер 500-ден артық болса, Arduino вообще олардан ештеңе сұрамайды. Тек қана фоторезисторден сұрай береді. Қаншасын. 500-ден түскеннен кейін барып қана ол фоторезистордың мәні 500-ден түсті, давай потенциометр сен айт, давай RGB енді сен жан деген сияқты ақпарат береді. Сонымен үшеуі үш түрлі мән берді дейді. 0, 650, 1023 деген. Енді бірақ та мынандай нәрсе тап боламыз да. Өткен сабақтан білеміз. Біздер RGB-дің кодын қараған уақытта, сабақтан кейін сіздер де жазып көрген барсыздар. Әрбір R-дің, B-дің, G-дің мәні RGB кодында 255-тен аспайды. Ол нені білдіреді? Сәйкесінше біздің жарық диодымызда да жарық жану деңгейі, әр түстің жану деңгейі 255-тен аспау керек. Бірақ потенциометр оған 255 пен емес, потенциометр минимальный мәні 0, максимальный мәні 1023 береді. Яғни біздер не істеуіміз керек? Біз потенциометрге айтуымыз керек. Сен 1023 пен жұмыс жасама, сен 255 пен жұмыс жаса. Сондықтан да біздер map функциясын қолданамыз. Егер де естеріңізде болса, біздер серваны өткен кезде парковканың ашылып жабылатын mapті сол кезде қолданған болатынбыз. Мұнда да солай қолданамыз. Map, pair, val, банағы мына оқыған реттің айнымалысы, потенциометр айтып отқан реттің айнымалысы, негізгі минимальный мәні 0, максимальный мәні 1023 аралықта жұмыс жасайды ол. Бірақ маған ол аралықта емес, маған не керек? Маған 0 мен 255-ке аралықта мән бергені керек. Сөйтіп біздер үшеуін түсіндіріп айтып аламыз. PR val, PB val, PG валдарды 0 мен 255-тің арасына сыйдырамыз да, сол жаңа алынған диапазонды PR light, PB light, PG lightқа меншіктеп қоямыз. Сосын set caller басталады. Яғни, мына былай көрсетіп қояйын да, set caller функциясы. Set caller функциясы өзінің жұмысын бастайды. Үшеуі айтып алғаннан кейін барып set callerға айтады. Все, біз айтып алдық, енді red'ім менде бірінші тұрған R, мына int red та, red'ім. Ол int red дегенім, мына red. Ол мына R-ді басқарады, қызылды басқарады. R-імнің мәні PR light-тың мәніне тең болсын. Яғни PR light қалай өзгерсе, RGB-дағы R-дің жарықтылық деңгейі солай өзгереді. PB light келеді, мен blue-ды басқарам дейді. PG light келеді, мен green-ді басқарам. Сөйтіп, сәйкесінше біз мына потенциометрді вау деп бүйтіп қозғай берген сайын, ол мәндердің барлығы PR light, PB light, PG light-тар келеді, біреуі R-ді, біреуі blue-ді, біреуі green-ді, яғни қызыл, көк, жасылды басқарып отырады. Егерде мына else деген әйтпесе, мына if егер, else әйтпесе, мына неміз орындалмаса, шартымыз орындалмаса деген сөз, яғни FTR валдың мәні 500-ден кіші емес, 501 немесе 650, жаңа 1023-ке дейін жап-жарық болып тұратын болса, ондай жағдайда не істейді? Set caller функциясын қайттан else өзіне шақырады да айтады. Сенің мәнің 000, барлығы 0-ге түсіп тұрады. Яғни біздің RGB-міз жанбай өшіп тұрады. Шын мәнінде оған ток келіп тұр, ток те қандай еді? 000, яғни low, әрқайсысына баратын токтарды төменге түсіріп тұрады, ажыратып тұрады. Сәйкесінше бізде RGB-міз сыртқа күндіз болғанда жанбайды деп бүйтіп жүреміз. Қараңғы өзгерткен бойда бұл нөлдер неге өзгереді? Мына жерде PR light-қа, PB light-қа, PG light-қа өзгереді. Енді біз көріп отыру үшін мынандай ақпараттар жазамыз. Мынау енді serial print жарық деңгейін бір көреміз. Деңгейі деген деп келтіргенім мынау. Ол FTR валды анықтайды. Сәйкесінше red'тің мәні қанша болып жатыр, blue қанша болып жатыр, green қанша болып жатыр, соны қараймыз. Әрбір 500 миллисекунд сайын ақпарат жаңарып отырады. Яғни бұл 0,5 секунд сайын ақпарат жаңарады. 0,5 секундқа бір жарықтылық деңгейін ұстайды, 0,5 секундтан қайттан тексереді де, өзгерсе, сол өзгергенде, өзгермесе сол жарықтылық деңгейді ұстап отыратын болады. Олай болса, немізді, программамызды тексерейік. Сонымен начать моделирование, да? Мінекей басталды. Қазіргі таңда монитор портты ашайын. Жарық деңгейі 6 деп тұр. 500-ден кіші ме? Мына жердегі. 500-ден кіші. Бірақ
неге RGB өшіп тұр? Себебі әрқайсысының мәні 0,0 болып тұр. Мен ол үшін не істеймін? Мен мысалға қызылдың өзін басқарайын бүйтіп. Мінекей RGB жарық өтін қызылға жанды. Екінші көкті басқарамын. Мінекей түсі розовая өзгерді. Болғанша red 255, blue 117 деген сөз. Сол олай болса біз мынандай розовый түсті алады екенбіз. Мен жасылды да өзгертейін. Жасылды кішкене көбірек берейін. Сары жарық өтті алдық. Сарының RGB коды қандай екен? Red 255, blue 117, green 178. Егер осылай болып тұрса, біздер сары жарық өтті аламыз. Егер де жасылды бәрінен де азайтып қоятын болсақ, жасыл 45-ке айналатын болса, ондай жағдайда біздер бұл да қалай? Мен үшін розовый сияқты да. Енді мынау дейтін қазір сәтте фоторегистрдің мәні 6 болып тұр. Яғни күн қара, яғни бөлме қараңғы деп айтып тұр. Егер бөлме жарық болса, фоторегистрдің мәні 574, 500-ден асып кетті. RGB не болып қалды? Өшіп қалды. Яғни мына red blue'лар 255, 117, 45 деп өзінің айтып атқанмен де не істейді? Мына else-тағы командамыз set color 0 дегенбіз. Осы команда алды да мыналарды қабылдамай тастады. Мыналардың бәрін неге айналдырып жүрді? 0-ге айналдырып жүрді. Соңғы сол осы 0-ге айналдырғаннан кейін не істеп тұр? RGB-міз бізде өшіп тұр. Яғни жұмыс жасамай тұр. Яғни сіздердің қолдарыңызда 3 потенциометр, бір RGB жарық өт және фоторегистр болатын болса, осылай етіп әдемі әртүрлі, яғни жаңағы бір ғана түспен жанып тұратын емес, өздеріңіздің көңіл күйлеріңізге байланысты әртүрлі жарық өт жағатындай бір жақсы жоба жасап шығаруға болады. Олай болса, достар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі жобаны жасап шығарсаңыздар өте қызықты болатынына сенімдімін. Жасап шығып бөліссеңіздер болады, Telegram каналға жіберсеңіздер болады, Instagram, TikTokқа бәріне салып егер жұмыстанатын болсаңыздар, мені белгілеп кетіңіздер, мен де көріп, яғни бұл сабақтың бір сіздерге пайдасы тигеніне қуанамын да, яғни тегіннен сабақ өтіп жатқан жоқ. Тыңдармандар осы сабақ арқылы бір жобаларын жасап жүзеге асырып жатыр дейтіндей. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Негізі бүгінгі сабақты осылай жақсы алған себебімнің біреуі, біз енді Мұхтар Шаханов ағамыздың одневик болғанын білеміз. Ол кісінің арманы, яғни тілдің жақсы дамығаны, елдің дамығаны, адамның саналы болғаны, елге қызмет етілген, сондықтан да дейтін бүгінгі сабақты мен сол кісінің құрметіне арнадым. Осындай бір жақсы жобаны жасап, енді бұндай қиын кезеңде, яғни бір жақсы жобамен көңілдеріңізді көтересіздер деген ойдамын. Олай болса, бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті.